Молодцы. Все, туда. Вы верите Дарвину? Человечество от обезьяны произошло? Я не знаю, кто как, но я от родителей. Да, kulüp sohbeti. Selam aslanım. Selam aslanım. Ramazan yapıyorlar. Физик, физик. 62-го года. Да, 2 старейших факультета. Потом позже был образован иностранных языков факультет уже в 63-м году, в 66-м году. В 63-м были кафедры образованы. У нас одно из лучших преподаваний вообще на английском и немецком языке. Да, высочайшего класса специалисты выходят. Да. Кстати, здесь немецкая филология была, вот как раз таки немецкий язык как родной преподавался. Потом у нас есть факультет естественных наук, химики, биотехнологи, биологи, географы, экологи. Здесь учат на учителей дошкольного воспитания, педагогов, психологов. То есть достаточно большой факультет. Потом у нас есть совет ветеранов действует. Мы заботимся о своих ветеранах, да. Ну, ветеранов войны уже, к сожалению, не осталось. Был вот Иван Андреевич Скиртач, но, к сожалению, он умер. А у нас есть пенсионеры, и мы заботимся о них. Организовываем для них вот концерты, приглашаем. Да, на мероприятия. Плюс, ну, например, тоже подписку на газеты и помогаем. Время, да? Да. Потом следующий у нас. Мы по мере, да. Следующий это исторический факультет. В 93-м как заочное отделение было образовано. Обуевка в 93-м как заочное. Потом очным стало на следующий год сразу. Обуевка Держан Кабеденович, одна из главных звезд этого факультета, доктор исторических наук. А потом пройдемте вот к следующему, очень интересному для вас. В 96-м году образовался университет на основе 3 институтов, которые были в городе нашем. Сельскохозяйственный, педагогический и филиал Карагандинского политехнического. Они образовались, и первым ректором был Мухамбетов Абай Ахмедгалиевич назначен. И как раз вы тоже к нам приезжали в гости. Вы приезжали к нам в 97 году, я была сама студентка, и была встреча во втором лекционном зале, вы рассказывали нам, я сама помню, а это в 98 году. Да, это на выборы как раз были. Нет, я в 97-м... Нет, в 98 году. Еще с вами был 3-й космонавт, по-моему, да? Вас 3 же приезжал? Да. Да. А в 97-м вы 1 были. Да. Еще один раз были. Ага, первый наш университет носит имя Шухана Валиханова, первого казахского ученого. Как раз вот родословная казахская ветви Чингизидов. То есть вот, получается Ханаблай, Чингиз, да, Шухан и так далее. Ну, здесь вы видите портреты и аннотации к портретам предков Шухана Валиханова, Ханаблая, Уали хан. Кстати, вот Уали хан похоронен здесь, в поселке Казахстан, недалеко от аэропорта, вот от городе Кушал. А это, смотрите, это работа наших студентов, дипломные работы, студентов профессионального обучения. Учителя труда вообще. Это дипломная работа. А это макет усадьбы. У нас есть поселок, в Айртауском районе, это СКО Северо-Казахстанской области, есть поселок Сырымбет, недалеко, приезжая до него, есть уборщище, там располагается усадьба бабушки Шухана Валиханова с Машея. Построена по указу императора Александра I. Ну, конечно, когда прошла революция, гражданская война, усадьба пришла в упадок, а потом ее восстановили. 80-е годы, да, восстановили. Вот здесь его детские годы как раз таки. Ему 12 лет, он только поступил в Омский кадетский корпус. Здесь он с Достоевским, они дружили. Достоевский как раз уехал из Семипалатинска, уехал уже в Петербург, а он как раз вернулся с своего путешествия в Кашгар. Помните, он совершил осенью 68-го, а уже в январе 59-го он вернулся. И потом весь 60-й год он провел...
Весь 60-й год он провел в Петербурге. Он очень плодотворно там работал, сам выступал в салонах, потом на лекциях, сам одновременно тоже ходил в университет, посещал лекции. Можно сказать, он был первым художником казахской степи. Вообще ислам запрещает для изображения людей животных, а он был путешественником, он должен фиксировать эти события. Ну и вот как раз как труд, да, его вот этих девушка-казар, там западно-китайский ворот, ну и так далее. Например, урочище Тамгала, да, изображение трех Будд, ну, например, некоторые. Следующая экспозиция посвящена нашему президенту. Тоже сделали фотоальбомы, книги о нем. Это работа нашего студента, выпускника, тоже дипломная работа, Рустема Яковлева. Он вообще работает в основном оружие делает. В Кальчуге у нас есть краеведческий музей, и там есть комната Байхана. Как раз таки у него полностью снаряжение воина, на самом деле. Это сделали наши преподаватели к открытию музея Барс. Он кажется тяжеловесным, на самом деле он Бізде мамандық бар, кезапайып ешкім соның студенттер үйретеміз, оқытамыз, соның ұстаздар Ну, также вот пребывание президента в нашем регионе. У нас есть горно-обогатительный комбинат Алтантау, раньше назывался Васильковский. Директор ходит. Да, точно. Потом реставрации произошли в музее Малика Габдуллина. Он был в ужасном состоянии, мы отреставрировали и как раз приглашали его на открытие. Потом в 1963-м в нашем городе был открыт филиал Павлодарского индустриального института, как вечерняя форма обучения была, а потом уже в 1972-м их передали в ведение Карагандинского политехнического. В 1991-1993 году они вошли в состав, получается, сельскохозяйственного института. У нас тоже сельскохозяйственный институт, как филиал ЦСХИ, в 1979 году был образован. Да, в 1991 году они стали самостоятельным вузом, как читался сельхозинститут имени Исмагуласа Вакасова. Потом факультет туризма, спорта и дизайна образовался в 2006 году, но кафедры были еще до этого, до образования. Например, старейшая кафедра физвоспитания еще в 1962 году начинает. Қазақ халқының маңдайына біткен жарық жұлдыздарының бірі, халық батыры, авиация генерал-майоры, бірнеше жоғары мемлекеттік марапаттардың иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, ғылым докторы, профессор Тоқтар Оңғарбайұлы алғашқы рет біздің университетімізге 1997 жыл келіп, ұжыммен студент жастармен кездескен еді. Содан бері бүгін міне 20 жыл уақыт өтіпті. Осы уақыт аралығында университетте көптеген оң өзгерістер болды. Бүгінде Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті білім беру қызметінің аймақтық нарығында алдыңғы орындарда келе жатқан Қазақстан Республикасының солтүстік аймағындағы жоғары білім беру жүйесінің көшбасшыларының бірі болып табылады. Университетте бакалавриаттың 53 мамандығы, магистратураның 28 мамандығы, докторантураның 6 мамандығы бойынша мамандар дайындалады. 2016 жылы уақыт таңдауы республикалық агенттігі мен президент және халық республикалық қоғамдық саяси газетінің бірлескен жобасы аясында номинацияның жеңімпазы болып атанса, жақында ғана ұлттық бизнес жылдың үздік университеті атанды. Құрметті қауым, бүгін университетімізде бір ерекше қуанышты күн. Сіздермен енді мынау бүгінгі кездесудің форматы жөнінде бір-екі ауыз сөз айта кеткім келеді. Өзіне кішкене сөз беруге рұқсат етті. Одан кейін ары қарай пікірлесе келе, біздің жастарымыздың дайындаған айтатын ойлары болатын болса, оны да тыңдап көрелік. Қарсы болмасаңыздар, осындай форматта кездесуімізді өткізейік деген ұсыныс бар. Сондықтан да мен ойлап отырмын, сөз кезегін құрметті қонағымыз Тоқтар Оңғарбайұлының өзіне беруді жөн санай отырмын.
осы дәм тартып осы жаққа келіп қалдым. Неге десеңіздер, бірнеше уақыт болды. Сіздің ректілеріңіз мынау үлкен ұжым сізбен кездескісі келеді. Келіңізші деп маған сондай ұсыныс айтқан. Сонымен менің кінәм емес. Бірінші рет мен осында келем дегенде менің сапарымды тоқтатқан өздерің боласыңдар. Осы енді жуырдан әбеке маған айтты, тоқа біз дайынбыз, сен дайынсың ба деп. Мен қашан деп едім, осы тағайындаған уақыт бүгін болды. Соған мен қуана келдім. Құрметті ұстаздар, мен сіздерді құттықтағым келеді. Бірнеше институт бірігіп, қазір басын қосып, үлкен университет, біздің ұлттық университет болдыңыздар. Бір екіншіден, қазіргі уақытта 20 жылдан кейін міне көргенім, енді ана университет, мына университетке енді екеуі ұқсамайды да. Қазіргі уақытта сіздердің бұлай көтергенде рухтарыңыз да көтеріп қапты. Ғимаратқа кіргенде тап-таза, сондай жап-жарық, жып-жылы. Мен осында келгенде, осы жерде тұрғанда, бүкіл біздің балаларымыз, ұстаздарымыз киініп отырған. Киініп тұрған, отыра алмаған, тұрған да бәрі. Сол кездегі уақытпен қазір салыстыруға болмайды. Қазіргі уақыт басқаша. Сол кезден кейін енді 4 выпуск болды ғой. Осы жерде. 5 жылдан санағанда. Қазір мұны балапандар, мұна қарсы алғандар, студенттерді қарасам, енді чап-час әп-әдемі сұлу қыздармен біздің балалар, еркек балалар. Меніңше бұлар бақытты. Біздің мемлекет бұл кісілерге, біз балаларға осындай білім алу үшін жағдай жасады. Сонымен балапандарым осында келген адамдардан көрбітсін, бірақ келдіңдер ме? Енді білім алуға тырысыңдар. Бұл үлкен ұжым сендерге білім беруге дайын. Бұл кісілер, профессорлар, ұстаздар, бәрі де сендергенде жаны беруге дайын. Оны мен білемін. Егер сенде өзінде мен Туран Астана университетінде қазір анда-санда барып лекция оқимын. Біздің ұстаздардың көзқарастары қандай екен, сонда сол енді күнде мен көріп жүрем. Ал қазіргі уақыт өте ерекше уақыт. Қазақстан міне 26 жыл бері тәуелсіздігімізді алдық. Сол кезден бері тайталатып біз өзіміз Қазақстанды көтеріп, оның ішінде қазақ халқын өзін-өзі ұмытып қала жалдаған халықты қазір қайдан шыққанын көрсетіп жатырмыз. Көп біздің ғылымдар соған кірісіп, соны көтеріп жатыр. Сонымен жуырда ғана міне 550 жылдық өтті Қазақстанның. Мен сіздерге айтайын, 500 жыл емес, 550 жыл емес.
қазақтың тарихы анау тереңгі тарихы, тереңгі уақытта жатыр. Сол уақытты міне сіздер бәріңіз осында келген балапандар соны білулерің керек. Ол үшін осы аянбай, шаршамай, қазір уақытта интернеттер бар. Интернет және міне үлкен кітапхана салынайын деп жатыр осы университетте. Сол жерде болады бүкіл біздің тарихымыз. Соны тарихты білуіміз керек. Тарихқа сіздер ат бастарыңды бұрыңдар. Неге десеңіздер, біз білмейтінді сендер әлі білесіздер. Неге десеңіздер, сендердің тілдерің ашық, біздікінде емес. Біздің бұрынғы уақытта біз өз тілімізді ұмыттық. Ағылшын тілін, неміс тілін былай қойғанда. Бір тілде ғана сөйлегеміз. Қазіргі уақытта сендер бәрі баршаңыз да осында отырған шетел тілін білесіңдер. Әрбір шетел мемлекетке барасыңдар. Сол жақта жай ғана қыдырмай, мынау кітапханаларына барыңдар, музейлеріне барыңдар. Сол үлкен кітапханасында біздің де тарих бар. Мынау Қытайда да, Ресейлерде де, Египетте де, Мысырда. Меніңше сол жақта табуға болады. Соған талмай, шаршамай, соны зерттеу. Балалар бар қазір, тарихты оқитын осында. Соларға мен айтып отырмын, сол шаршамаңдар, соны іздеңдер. Сонда тауып, біздің қазақ халқына ол керек. Мынау тарихты, өз тарихыңды қайда шыққанды білмесең, әрі қарай қайда бар жатқаныңды түсінбейсің. Ал енді көп сөз сөйлеуге енді керек жоқ шығар. Сонымен мен сіздерді тағы міне біздің осындай жаңа тарих университеті, жаңа тарих қой ашылған кәрі. Бұрынғы әрбір педагогик институттың өзінің тарихы бар, сельхоз университеттің аграрный өзінің тарихы бар, политехнологический институттың тарихы өзі бар. Бәрі бірақ жиналып қазір жаңа тарихты ашып жатсыздар. Құтты болсын, әрі қарай осы шаршамай, талмай, мемлекет үшін, халық үшін, халықтың мүддесін қорғау үшін, көтеру үшін деңгейін балапандар оқыңдар. Приветствую профессорско-преподавательский состав. Я приветствую вас, дорогие студенты. Я хочу сказать, что вы очень счастливые люди. Вам государство предоставило возможность обучаться в таком прекрасном университете, получать знания, сейчас высшие знания, чтобы быть полезным обществу в строительстве хорошего, прекрасного государства. Преподавательский состав днем и ночью готов вам в этом содействовать, он вам помогает во всем. Поэтому, раз вы сюда пришли, вы должны здесь получать знания. Не надо перебиваться от лекции до лекции, от семестра до семестра, просто так. Да я вот сдал, потому что сдал. Надо получать знания не для того, чтобы сдать экзамен, а для того, чтобы у тебя эти знания сохранились. Для того, чтобы ты мог в дальнейшем этим знанием воспользоваться. Что это знаний много не бывает. Вот сидят здесь вот старшие товарищи мои. Спросите их,
старших ваших преподавателей, они до сих пор ведь учатся. Они знают очень много, но они продолжают учиться. Почему? Потому что того, что ты взял, этого недостаточно. Наука на месте не стоит. Наука движется, жизнь движется. И наука вместе с жизнью. Поэтому мы все сейчас являемся в этой жизни студентами. Вот. Дорогие мои студенты, я желаю вам на самом деле получить хорошие знания и во благо своего народа, хотя бы своих родителей, я уже не говорю о народе, чтобы ваши родители могли вами гордиться, говорить, вот мой какой сын или моя дочь получила знания, вот теперь она работает тем-то, тем-то, тем-то. Поэтому в добрый путь, не останавливайтесь, всегда получайте побольше знаний. Это вот мои напутственные слова. Мен енді бірінші кіріспес өзім. Ары қарай мен бұлай ойлап тұрмын. Бір кісі сөйлей бергенде дұрыс болмайды, бәріміз сөйлейік. Әрбір кісі осында келген сұрақтар дайындады. Солай ғой әбеке? Сұрақтар енді көбейген шығар. 20 жылдың ішінде бірәсі сұрақтар көбейді. Сол енді сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сол сұрақтарға мен жауап бере аламын. Екі тілде ғана. Қазақ пен орысша. Басқа тілдерді мен әлі игере алмадым. Бастайық. Орныңыздан отырыңыз, орныңыздан бере бересіз. Көп тілділік, үш тілділік, көп тілділік бағытта дайындық жүргізеді. 6 жылдан бастап 4 мамандық бойынша тек таза ағылшын тілінде дайындауды бастады. Бұл енді жаңа қазақша, орысшаға қосымша. Ал енді Тоқтар Омарұлы, сізбен кездесуге біздің өнерлі студент жастарымыз ерекше ынтамен дайындалған еді. Солардың бірі қазақ тілі мен әдебиет мамандығының 2-ші курс студенті. Бізде арнайы өзі студенттердің студенттік театры бар. Оның аты Жауқазын. Сол Жауқазын театрының мүшесі Бақытжан Дамир сізге арнауын орындамақ. Қабыл алыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Тоқтар аға. Арқанның сұлу кербез Көкшетауына қош келдіңіз. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сізбен бұлай бетпе-бет жүздесіп тұрған үлкен мәртебе біз үшін. Көкті кезіп, ғарышты көрмесем де, сізді көріп, ғарышқа барып келгенде күй кешіп тұрмын. Сізге арналған өзімнің лебізім бар, шығарған арманым бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіз. Сәлем беріп Көкшетаудың баршасына, жүректен жылы лебіз тарқасында, қазақтың ізі жатыр ай бетінде, Тоқтардай ағамыздың арқасында. Біреу жақын, біреу бәлкім алыс дер, біреу арман, ал біреуі табыс дер. Келуші еді мен өзіңе ұқсағым, болмасам да мен ағажан ғарышкер. Шабытымның нұрландырсын көктемі, ерлігіңмен сіз келді деп мына көкшем көктеді. Уа ағажан белді бұлмай бос отыр, Көкшетауым ғарыш емес өйткені. Көкті кезіп аспанменен таласқан, ерлігіңмен ешкім сенің санаспан. Ғанибет қой арамызда болғаның, Көкшетауға нұрлы жүзің жарасқан. Жастарға үлгі берер ізгі ағасыз, сіз батырсыз, шын еркексіз, данасыз. Бұл жердегі қазақтың арасында жұлдыздармен көріскен сіз ғанасыз. Бозарып Көкшетаудың атар таңы, бұйырды Көкшетаудан татар дәмі. Сәтті болғай әрдайым сапарыңыз, аман болшы қазақтың қаһарманы.
бас кейіпкері Тоқтар ағамызға сұрақтарыңыз болса, еркін микрофон айдарын ашық деп жариялаймын. Микрофондар қайда? Бар ма? Бар. Қосып қойыңдар. Көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңызды берейін. Батыр ағамызды қойып, жауап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Заводтың генеральный директоры. Қасында отырған менің бауырым, осы елдің тумасы тұрғыны, бірақ менің қандасым Болат Қожа. Милицияның полковнигі. Қоя берейін ба? Қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум, Тоқтар аға. Әр адамның негізі өзінің үлгі тұтатын адам болады. Сіздің үлгі тұтатын адамыңыз кім? Мен үлгі алатын адамым жас күнімден Талғат Якубекұлы Бегелдинов болған кісі. 2 мәрте Кенесарының батыры, қолға ұшқыш, ең соңғы жолына сапарына мен өзім шығарып салған болмыз. Ең таза болған адам. Здравствуйте, Тоқтар Ангарбаевич. Меня зовут Шарев Станислав, я студент 2-го курса специальности русский язык и литература. Я хотел задать вам вопрос по поводу нашего космодрома Байконур. Все мы знаем, что Российская Федерация долгое время арендовала космодром у Казахстана. И еще мы знаем, что Россия занимается собственным строительством своего космодрома под названием «Восточный». И я хотел узнать ваше мнение. Повлияет этот факт на влияние и значение нашего космодрома Байконур? Спасибо. Спасибо, Станислав. Я хочу вас всех здесь уверить, что строительство нового космодрома для России, для себя, оно все равно не повлияет на судьбу космодрома Байконур. Потому что Байконур – это исторически выбрано место, которое действительно позволяет выводить грузы на орбиту, используя менее такие мощные ракеты. Для того, чтобы этот же груз вывести на орбиту с восточного космодрома, потребуется тяжелый ракетоноситель. И это раз так, то легче всего проводить здесь. Да, мы сдавали и сдаем космодром Байконур в аренду. В свое время и на космодроме та же трудность, как вот была у вас в университете, тоже там было. И не знали, откуда взять деньги, как быть. Поэтому как сохранить этот космодром. И глава государства пришел к такому умозаключению, что мы должны от Байконура хоть какой-то, но иметь какую-то пользу. Поэтому мы его сдали в аренду. До сих пор этот Байконур находится в аренде, но уже потихонечку сейчас склоняются и россияне, и казахстанское руководство, чтобы использовать космодром Байконур как международный космопарк. И это скоро, я думаю, будет. Спасибо. Сәлеметсіз бе, Тоқтар Оңғарбайұлы, қош келдіңіз. Мен осы университетіміздің 3-ші курс студентімін. Жалпы сіз Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер болдыңыз. Сол сияқты Стамбулда да 2011 жылы түріктің тұңғыш ғарышкері атандыңыз. Осыған байланысты жалпы халықаралық әлемдік деңгейде қазақ ұлтының, барша қазақ халқының жауапкершілігін қалай сезінесіз? Енді жауапкершілік деген әрбір кісінің өзінің жауапкершілігі бар. Олай болатын болса, бүкіл мемлекеттің де жауапкершілігі болу керек. Өз айтқан, өз істеп жатқан саясатында тұру керек. Сөзде тұру керек. Арын болу керек, сол сөзді сақтау үшін. Арды сатпау керек.
сонымен әрі қарай қай жерде жүрсең де ұмытпа, сен адам екеніңді. Сонымен мен ойлаймын, сол енді жауапкершілік сонда жатыр. Рахмет. Тоқтар аға, мен сізді бірінші рет көріп тұрмын, өте қуаныштымын. Оның өзіне бірінші Алла, екінші осы университетіміз бен мұғалімдеріміздің арқасы деп білемін. Осы сіз ғарышқа ұшарда, жалпы сіз елестеткен ғарышпен, сіз көзбен көрген ғарыштың айырмашылығы қандай болды? Рахмет айналайын. Мынау ракетамен ұшқанда жаңа ғарышқа, міне ғарышта деп хабар келді. Сол кезде иллюминаторға қарадым. Иллюминаторға қарағанда жерді көрдім. Жердің бояуын. Жер енді әлі ондай бояу жоқ. Мынау карточкалер түсірген фотоаппаратпен. Олар сол бояуды бере алмайды екен. Әлі енді сұлу жердің сұлулығы соншама, көздің айырылып келмейді. Меніңше сол кезде жерге деген бірінші рет па, мен ойлаймын бірінші рет шығып, мен махаббат тұттым. Жерге, бүкіл жерге. Рахмет, бұйыртса сол сіз айтқан сұлулықты өзіміз көзбен көреміз деп сенеміз. Сәлеметсіз бе, құрметті Тоқтар Оңғарбайұлы. Мен техника және технология факультетінің бірінші курс студенті. Ең алдымен сізге үлкен алғысымды білдіргім келеді, себебі бізбен көрісіп, осындай кездесу жасап жатқаныңызға. Ендігі сізге қойғым келген сұрағым, ең алғаш рет ғарышқа көтерілгелі тұрған кезіңізде қандай сезімде болдыңыз, сол кездегі әсеріңізбен бөліссеңіз. Рахмет айналайын. Техника факультеттің студенті емес, енді бір педагогика студенті сұрағы деп ойлаймын. Ал айналайын, ол сында сезім бұлай болды. Мен нені бұрап жатыр, люкті бұрап жатқанда, қазір ұшатын уақыт келіп қалды енді. Бір жарты сағат қалды. Сол люкті бұрап жатыр, сонда сезім. Саған не керек еді? Сенде жұлдыз дегенің бар, атақ дегенің бар. Керек болса да, енді Гиннес рекордының кітабына кірдің. Немене сен 45 жаста отырып жерге деп сондай ой келді. Бірақ басқа ой жеңді. Міне 30 жыл біздің жерімізден, біздің Байқоңырдан ракеталар ұшып жатыр. Көптеген елдің космонавтылары шықты, қазақ халқынан әлі бір космонавт шыққан жоқ. Міне қазір Нұрекең тест дайындаңдар, тест табылдаршы дегенде орыс мемлекетінің басшылары айтты, жалғыз ғана бізде қазақ бар дайын. Бүгін ұшыр десеңіз, бүгін ұшуға дайын деген. Ол мен болыппын. Содан кейін мен ойладым, бақыт емес пе, бүкіл халық саған сеніп отыр. Бүкіл аманатын халықтың сенім арқалайды. Рахмет. Здравствуйте, Токсанбай Архамбаевич. Сразу по возвращению из космонавта в 1992 году вас назначили первым заместителем председателем Государственного комитета Республики Казахстан. Это первые годы становления независимости РК и создания первой национальной армии Республики Казахстан. С какими трудностями вам пришлось столкнуться? Спасибо. Да, значит, по возвращению в Казахстан меня назначили первым заместителем председателя комитета. В дальнейшем мы
создали Министерство обороны, я стал первым заместителем министра обороны Республики Казахстан. Трудности. Здесь находилась огромная армия, в том числе армия, которая вышла с Афганистана и которая еще базировалась на территории Казахстана. И все расквартированные военные, они имели национальность не казахскую. Вы сами понимаете, когда все республики начали объявлять независимость, то каждый захотел уехать на свою малую родину, не глядя на то, что давали присягу. А присягу, как они говорили, как я со многими разговаривал, мы давали тому государству, которого уже нет. Поэтому вы не имеете права нас здесь задерживать. И, в общем-то, это была правда. Горькая, но правда. Поэтому, по нашему настоянию, мы написали закон об армии. Начали составлять и ту составляющую, которая давала многие льготы военнослужащим, это составлял я и, значит, та группа под моим руководством. И мне пришлось выступать перед парламентом. Социальное их обеспечение. Мы впервые из всех армий вот нашего СССР, СНГ, мы единственные дали возможность военнослужащим, которые здесь остаются, приватизировать квартиры. Военнослужащим, которые здесь остаются, дать возможность, значит, выезда на в любую точку бывшего Советского Союза, бесплатно туда и обратно, за счет государства. И 30-суточный отпуск за счет государства. Раз. Второе. Мы создавали свою армию по системе «кто желает», кто хочет остаться. Никого не принуждали, потому что принуждение – это равнозначно тому, что в любой момент вот, те, кто был принужден, он соберется и уйдет. Утром может оказаться его не быть здесь, на территории. И чести многих офицеров, русских, они пожелали остаться в нашей армии, потому что в нашей армии денежное довольствие было выше, и социальное обеспечение было лучше. Те ребята, которые туда уехали, в больших чинах, люди оттуда начали срочно писать всем тем: оставайтесь там, здесь этого нет. Здесь уже по несколько месяцев не получаем зарплаты. Как бы трудно ни было, глава государства, в общем-то, нашел вот возможность военнослужащим все-таки находить деньги на оплату. Да, значит, я как генерал, я получал $10, как заместитель министра. И я понимаю, это если переводить на вот эти вот доллары, тогда рубли же были. И я скажу вам, что это тяжелые были времена, но кто находился под эгидой армии, тех мы старались, значит, обеспечить в первую очередь, потому что боевое дежурство мы не сняли. Рядом с нами есть государство, и была у этого государства армия очень сильная. И чтобы, не дай Бог, снова не повторился Жаланашкуль, мы это направление закрыли напрочь. Все. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор Ангарбаевич. Я студент второго курса Шухановского колледжа по специальности учитель русского языка и литературы.
вы воспитываете 2 сыновей. Уже нет. Нет, вы воспитываете 2 сыновей. Не волнуйся, Господи, будь свободен. Я твой ата и все. Вы воспитываете 2 сыновей. Расскажите, способствовали ли вы их выбору профессии? Вот. Спасибо. Значит, я тебя очень понимаю, мой хороший. Спасибо, что ты так волнуешься. Это правильно. Да. Если бы этого волнения не было бы, это было бы безразличие к собеседнику. А раз у тебя проявляются такие чувства, это значит, твое человеческое нутро тонкое. Очень приятно мне это. Теперь, да, у меня 2 сына. Сыну старшему будет в этом году, в декабре месяце, 14 декабря, 40 лет. Поэтому я сказал, я их не воспитываю. Другому 35. Теперь они в моем воспитании не нуждаются. Но, тем не менее, у меня командирский голос, иногда как что-то такое, я чувствую, не так делается, у меня и их семья остается еще командирским. И я говорю, вот так и все. И к чести моим сыновьям, которые оба имеют уже свои семьи, своих детей, они до сих пор нас с мамой слушаются. Мы стараемся, конечно, не вмешиваться в какие-то очень такие дела, но в человеческом направлении, в человеческом воспитании, как быть человеком, как оставаться, не потерять свое человеческое «я», мы все время их воспитываем. Подбор профессии. Вот старшему я сработал. Когда он учился на гранд-президента Америки, он так получилось, что в посольстве Америки в Москве за закрытыми дверями неделю сдавал экзамен. Его отобрали из СНГ, несколько человек было, и вот он среди них был. Он, в общем-то, выиграл там грант президента Америки и поехал, должен был поехать учиться. Вот представляете, 26 августа, ни одного вызова. А уже все, уже американское посольство ему выдало визу, все. Из всех университетов они разослали его анкету по всем университетам, сами они разослали по всем университетам Америки. А он хотел сам в Гарвард попасть, хотел в Гарвард. Он сам вообще хотел поехать в Гарвард. Но тут раз такое, значит, получилось, вот решил по гранту поехать. 26 лет, 27-го приходит первый вызов в Стони-Брук, Нью-Йорк, Лонг-Айленд, там находится этот университет, он такого финансово-математического направления. В общем-то, по финансам он держит какой-то рейтинг у него неплохой. Сын говорит, я не поеду. Мы с мамой говорим, поедешь. Он говорит, папа, мама, вы понимаете, если я сейчас поеду в этот университет, я больше не имею права никакой университет туда попасть. Не примут меня. У них такое положение. Но мы с мамой определили, поедем. И он поехал. И пришел вызов, потом в Гарвард, когда он уехал. Мы ему не говорили долго. Потом вручили. Вот как говорят. А младший он сам определялся. Добрый день, доктор Онгорбаевич.
Я являюсь студентом первого курса данного университета, и впереди нас ждет сессия. Я бы хотел вас спросить, а какой самый тяжелый экзамен был в вашей жизни? Какой экзамен? Вообще, самый экзамен, наверное, он все время идет. Оставаться самим собой. Никогда, знаете, не потерять свое «я». Потому что это очень просто. Знаете, иногда что-то там как замаячит, как заблестит, как притянет, как магнит, начинает куда-то тянуть. И ты должен от всего этого отречься и сказать: нет, моя честь дороже, чем вот эти манящие дали. Поэтому вот в этом плане, человеческом плане, это вот. А так, значит, выбор в 1965 году мне поступило предложение от первого секретаря Карагандинского обкома партии, чтобы я поехал от имени вот нашего завода учиться в Алматинский политехнический институт с предоставлением общежития отдельного, с сохранением средней заработной платы и без вступительных экзаменов. Как национальный кадр. В то время только-только началась вот такая веяние национальных кадров. И как один из лучших работников в области, мне, значит, моя фотография и было и в книге почета области, и записано золотыми буквами в книге почета области. Мне было 18, еще не было лет, меня записали как лучшего работника вот нашей отрасли, токарем я работал. И когда поступило такое заманчивое предложение, я закончил школу, вот, и мои родственники были склонны к тому, чтобы я остался в Казахстане и пошел учиться в политехнический институт. Тем более, в общем-то, нет никаких, вот, не надо экзамены сдавать, ничего. Я долго думал. И моя мечта стать летчиком, она перевалила все чаши. И я уехал сдавать экзамены в Россию, в Армавир, где успешно сдал и стал летчиком. Спасибо. Здравствуйте, Токтар Ангарбаевич. Я Саматова Тамирис, студентка первого курса специальности русский язык и литература. И у меня есть к вам такой вопрос. Мы знаем, что вы летчик-испытатель с большим опытом, и вами как бы изучено более 50 различных самолетов различного типа. Но мне интересно узнать, какой из них наиболее приглянулся вашему сердцу и почему? Вот, спасибо большое. Вообще все самолеты это, знаете, как твои дети, которые ты пестовал, которые они еще на моей жизни не было ни одного типа самолета, который так гладко прошел, без всяких задорин. Всегда были какие-то нюансы, которые связаны были с тем, чтобы оставить этот аппарат в воздухе, потому что он уже не хотел подчиняться. Но самый тот, который мне запомнился, это был самолет, на котором я поднялся, в общем-то, очень-очень высоко. Этот самолет был построен всего в 2 экземплярах, и самолет этот был уникальнейший по всем своим параметрам. Мы его с моим шефом Валерием Евгеньевичем Беницким
поднимали глубоким утром, в 4 часа утра, когда рассвело. Вся Московская область, все аэродромы, все радиолокационные приборы были выключены. Потому что это был суперсекретный самолет. Этот самолет, который должен был сбивать американские спутники. Это была система ПРО, вы это, наверное, когда-то слышали. Это «Звездные войны». И вот этот самолет, потом я вот сюда перегнал в Казахстан на Балхаш, и на Балхаше мы пустили с него ракету, после того, как там испытали полностью Подмосковье. Здесь мы пустили ракету, которая сбила под Новосибирском, над Новосибирском, наш бывший советский старый спутник. Это сделал я. И в то время это была секретнейшая работа, которая, никем нигде не была афиширована. И вот можете представить, этот самолет ты разгоняешь до 3000 километров, потом на высоте 20 километров с перегрузкой 3,5 ставишь 87 градусов и уходишь в небеса, в космос. Я тогда впервые летал в космос. На нем. Сәлеметсіз бе, мен Омар Махаббат, тарих мамандығының 3-ші курс студентімін. Сізге қояр сұрағым, Байқоңыр ғарыш айлағы шыққалы, біздің қазақ жастарының арасынан тек қана 3 қана ғарышқа ұшқан ғарышкеріміз болды. Енді сізге қояр сұрағым, неліктен қазақ жастарының арасынан осы ғарышқа ұшатын азаматтарымыз аз? Әлде қазақ жастарының ғарышқа ұшуға деген ынтасы жоқ па? Қорқпайды. Біздің азаматтар қорқпайды, ол емес. Қорққаннан емес. Олар бізге енді жай ғана ғарышқа ұшу деген ол міндет сапарым емес. Біздің ойымыз қазір ғылыми адамдарды жіберу. Бізде білім керек. Зерттеуіміз керек мынау ғарышты. Сол жақтан алып келгеніміз мынау қазы қарта болмасын жеген. Біздің алып келгеніміз білім болсын. Сол білімді керек бізге. Сонымен әзірше біз дайындыққа ешкімді жіберген жоқпыз. Қазір Мұхтар Аймаханов қана Звездный городокта дайындалып жатыр. Басқа ешкім жоқ. Ал біз үлкен халықаралық ұжымға кіреміз қазір. Соған дайындық жасап жатырмыз. Бүкіл космонавтарды, зерттеушілерді дайындайтын. Сол кірген соң өзіміздің үлесімізді қосамыз, ақшамызды береміз. Содан кейін біздің космонавтар дайындалады. Физик болсын, тарихшы болсын. Кім енді оны мен білмеймін, кім барады екен. Бірақ мен ойлайым, бір мықты қыздар мен азаматтар барады. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Тоқтар аға, қасиетті Көкшетау жеріне қош келдіңіз. Мен қоя сұрағым мынадай еді. Бұрын, мысалы, Алашордаға биыл 100 жыл толайын деп жатыр. 100 жыл толып жатыр. Сонда Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан айтқан сөзі бар еді. Ұлтқа қызмет ету білмен емес мінезін деп айтқан сөзі бар. Енді сізге қояр сұрағым, біздің болашақта, және Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін деп айтып еді ғой. Сол сияқты біздің болашақта елімізге қызмет ететіндей, біздің бойымызда қандай мінез қалыптасу керек деп санайсыз? Рахмет айтам. Алашорданы көтеріп кеттім. Тұрсын Жұртбай биыл мынау өзінің монографиясын бітірді. Менің жүрегімде Алашорда деген. Қазақша да бар, орысшасы да бар. Енді соны оқығанда, оқып жатырмын мен. Жарты жыл болды оқығаныма. Жартысынан оқыдым. Ежелеп оқып отырмын бәрін. Қайтып көтеріп, сонда енді шында шашын тік тұрады.
мен ойлаймын, сен қойған сұрағың өте қазір орнықты, өте дұрыс. Қазақ біраз өзін-өзі айырылып қалды бір кезде. Басын, сезімін жаңа ғана оятып, басын жаңа ғана көтеріп келе жатырмыз. Жалпы қазақ. Әрине, біздің ағаларымыз да болды. Сондай мықты азаматтар. Бірақ бүкіл қазақ халқын төмендетіп тастады. Мына сол кітапта бар. Ленин мен Голощекиннің Сталиннің жазулары. Осы құрту керек, мұндай ұлт болмау керек деген. Сондай, оларда сондай енді шешім шешілген. Бірақ қазақ халқының, қазақ намысы деген өте мықты болды. Біз қазір семізден көтеріп келе жатырмыз. Сол үшін жаңа мен айтқаным, өз тарихымызды білуіміз керек. Өз тарихымызды білмесек, қайда баратымызды білмей қаламыз. Соны оқып, зерттеп, көтеру керек. Мынау өз ұлтыңмен, өз тіліңмен мақтануың керек. Сондай болуың керек. Сонда мен ойлаймын, мақтанғана, мен қазақпын деп мақтанғаныңда, мен ойлаймын, сонда сен дұрыс жолмен келе жатсың. Сөзімді аяқтап отырсам, енді сіздің осы айтқан сөзіңізді өнегеге алып, болашақта еліміздің ұлы ұлт болып, және де бар ата-бабаларымыз армандағанда енді өзіңіз ғарышқа барып кеттіңіз ғой. Сол сияқты ғарышта мәңгі алаштың туы желбірей берсін. Сәлеметсіз бе Тоқтар аға, Көкшетау қаласына қош келдіңіз. Сізді көру бақыты бұйырғанына өте қатты қуаныштымын. Менің есімім Жаңабаева Гүлмажан. Мен техника және технология факультетінің 1-ші курс студентімін. Сізге қояр сұрағым. Сіз өмірде жолы болған адамсыз. Бірақ сіз осы өмірде не нәрседен ұтылдым деп санайсыз? Жауап бере алмаймын. Мен өзімді бақытты деп санаймын. Неге? Бүкіл менің жұмысым да, менің ойым да, бүкіл халық үшін деп, сол бір немен жүрдім мен. Анау алыс ресейлікте маған көзқарастары жаман болған жоқ. Мен енді жақсы оқыдым да, мамандығым да ерекше болды. Мен енді жүрдім да, бірақ жүргенде мен өмірі мына жерде мен емес, қазақ халқының өкілімін. Бірден етсе, ойбай Албакев демейді, ойбай қазақта сондай дейді. Деп айтпасын деп, солай жүргенім солай болды. Мен бұл аманатымды атқардым деп ойлаймын. Здравствуйте, уважаемый Тоқтар Оңғарбаевич. Ваше призвание – летчик-космонавт-испытатель. Когда вы заболели небом, и с чего начинались путь в небеса? Путь в небесах где-то в 3-4 года. Я впервые увидел санитарный самолет, в деревне сел. Я туда приехал как раз, привезли, сестра привезла меня в АУ, где я родился, и туда сел этот самолет. А я жил в городе Темиртау в то время, у нее. И когда увидел этот самолет, в общем-то, когда летчик оттуда, летчик или техник, кто-то вышел из летного состава и сказал: кто хочет летать, идите, садитесь в самолет. Это я сейчас понимаю, почему они так сделали. А тогда, значит, часть ребятишек со страху побежала в АУ, а такие отчаянные, в общем-то, остались и начали боком идти к самолету. В этом числе был и я. Но летчик покатал нас по земле и сказал: о, вот теперь вы летчики.
теперь вы один из нас, вот теперь ты должен стать там, ты должен стать там, ты должен стать там, и никого не подпускайте. Понимаете, насколько умно сделали? И мы были самые прилежные охранники. И вот с тех пор я заболел небом. И с тех пор ОМРК стал моим самолетом. И все мои игрушки это вот были вот такие вот. А когда начал немножко приходить я в сознание, начал книжки читать про войну. Мы послевоенные дети, мы всегда много читали про войну. И Талгат Бегельдинову книгу прочитал я про него. Про Сергея Даниловича Луганского, дважды героя нашего. Про Нуркена Абдирова. Он был в соседнем селе родился. Он 40 километров до него, 38 километров было. И вот когда мы с мамой переехали в тот аул, где я учился, потом 5, 6, 7 классы, и вот в 6 классе я пешком ушел в этот аул только потому, чтобы походить по тому месту, где ходил Нуркен, и подышать тем воздухом, каким дышал Нуркен. Вот я настолько был больной небом. И вот, к счастью своему, я вот свои мечты, я сказал, что не предал. Я стал летчиком, и не просто летчиком, а летчиком-испытателем, и не просто летчиком-испытателем, а я, значит, я вошел в десятку лучших летчиков мира, испытателей. И моя имя золотыми буквами написано в музее аэронавтики в городе Нью-Йорк. Здравствуйте, уважаемый Токтар Хумарбаевич. Я магистрант 2-го курса специальности математики. Хотел бы задать вот такой вопрос. Мы знаем, что современные истребители могут взлетать на высоту до 25 тысяч метров, такие как МиГ-25. И у вас огромный большой стаж пилотирования подобных истребителей. На высоте от 10 тысяч до 15 тысяч метров какие ощущения были от перенагрузок, такие же, как на тренажерах? Вот такой вопрос. Повтори, пожалуйста, вопрос. На высоте пилотирования... 5, 15? Нет, 10-15 тысяч метров. На такой высоте. Ощущения при нагрузках были такие же, как в тренажере? Или же совсем... Нет, на тренажере не бывает никаких перегрузок. Нету, да? Нету. А перегрузки вообще очень... Чем ниже ты летаешь, тем сильнее перегрузка. Вот. Поэтому вся перегрузка, те, которые создаются до высоты 10 километров. Вот. И единственный самолет в мире, который создавал перегрузку 9, и при этом это его была эксплуатационная перегрузка, это МиГ-29. И вот надо было проводить испытания этого самолета. Вот взлетел, форсажи включил, девятку создал, и эта девятка пока не кончится топливо. Вот заканчивается топливо, остается только литры, чтобы сесть. И вот эту перегрузку как раз вот, и мне тоже досталось делать много. Вот после этих перегрузок, когда приходишь потом, ты весь в кровоподтеках полностью. Все везде лопнуто, везде, значит, капилляры все. И ты синий ходишь, вот, как Робинзон. Поэтому перегрузки чем ниже, тем страшнее. На высоте перегрузки, они, в общем-то, слабее. Почему? Потому что там разряженный воздух. Там невозможно это создать. Ты хочешь, но не создашь. Не хватает располагаемой перегрузки, то есть рулей не хватает. И еще один вот такой вопрос. Я знаю, что в юные годы вы занимались в парашютной секции. Какие самые яркие воспоминания у вас остались оттуда? Яркие воспоминания, это когда я в 12-м
ты выполняешь полет, прыжок, еще первый. И вот сидит девушка, она первая должна прыгнуть, она вцепилась за дверь и никак не может. Ей говорят, прыгай, уже время проходит, уже место уходит. И тут я вижу большой онт летчика, ей раз, в заднее место, она улетела. Вот ярко. И я сразу подошел к двери и, не задумываясь, сразу вернул. Думаю, не дай Бог получить, если вот то потом нет. Большое спасибо. Алматы Тоқтарова, менің есімім Гүлнұр. Мен техника және технология факультетінің бірінші курс студентімін. Мен өзі Байқоңыр қаласынанмын. Ал енді сізге қояр сұрағым, сізге егер де ғарышқа ұшуға тағы да бір мүмкіндік берілсе, сіз соған келісер едіңіз? Сізбен бірге. Мен түс көремін, енді күнде емес, түнде енді, бірақ жиі ғарышта жүргенім маған рахаттанып көрінеді. Уважаемый Тохтар Ангарбаевич, здравствуйте. Добро пожаловать в город Кокшетау. Я студентка второго курса специальности географии. Я очень рада вас видеть так вживую, а не на страницах учебников и в телевизоре. У меня не будет к вам никаких вопросов. Хочу просто сказать спасибо, что вы предоставили такую честь увидеть вас здесь, в нашем городе. Многие студенты, как и я, впервые вас видят. Хочу просто сказать вам большое спасибо. Ассаламу алейкум, Тохтар Ангарбаевич. В средствах массовой информации много говорится о том, что вы посадили новый корабльный МиГ-29 во время штурма на палубный крейсер. Расскажите об этом. Спасибо большое. И причем это был первый полет, первая посадка, когда шторм, в общем-то, был 6-бальный шторм. Это высота волны где-то 3 метра и более. И этот корабль, такой он большой, был водоизмещением 60 тысяч тонн, но вот эта волна его качает. Поэтому, когда ты идешь на посадку, он у тебя все время перед носом блымкает, и ты тылишь за ним. Но так получилось, что подготовка мне позволила произвести посадку нормально. Все. Но скажу, что это вообще морская авиация, это очень сложная вещь. Поэтому мы, когда готовились к этому, мы читали историю военно-морского флота США. 70% всех аварий, которые произошли в Соединенных Штатах в авиации, и в том числе включая и гражданские, и любые летные, 70% приходится на корабельную авиацию. Да, там в свое время из 10, ну не из 10, где-то, наверное, больше посадок всегда заканчивались трагично. Здравствуйте, уважаемый Тохтар Ангарбаевич. Меня зовут Юлоев Шамиль, я студент первого курса по специальности юриспруденция. 12 апреля празднуется День космонавтики. А как вы этот праздник празднуете? Есть ли какие-то особые традиции? Спасибо, Егор. Значит, да, действительно, на мою долю, как первого казахского космонавта, выпала честь этот праздник, в общем-то, отмечать у себя дома Днем открытых дверей. День открытых дверей, это говорит о том, что кто хочет, тот ко мне приходит. В этот день были такие случаи, когда приходили школьники с поздравлениями ко мне домой. Ну, конечно, я их усаживал все равно за Дастархан. У меня, я живу на усадьбе,
Вот. У меня 3 домика, то есть 2 сына, а посредине я. Вот. И мы сделали, построили сами, вот, сконструировали вот, дом как бы для гостей. Там у меня большой стол для гостей, длинный-длинный, и бильярд. Мы не просто, значит, пиршествуем, мы еще занимаемся спортом, бильярд играем. Я всегда выставляю призы. Вот. И я скажу, у меня всегда вот день открытых дверей проходит весело. Вот мой друг и он братишка мой, они всегда бывают свидетелями этого мероприятия. Я скажу, в свое время, пораньше, там, лет 10 тому назад, у меня просто безотрывно с 12 часов утра, то есть дня, до 12 часов ночи всегда были гости. Спасибо. Сейчас немножко время. На сегодняшний день многое говорят о космическом туризме. На ваш взгляд, перспективное ли это направление? Очень даже. Очень даже. Знаете, все-таки бизнес, он свое дело всегда берет. Вот возьмите, пожалуйста, кто бы когда подумал, спросите своих преподавателей, что могут открыться частные вузы. Это уму было непостижимо. Сейчас очень много частных вузов. Точно так же уму непостижимо было, что военную технологию могут использовать гражданские. Невозможно было. А так получилось, что бизнес, он сам начал развивать эту технологию новейшую, что военные начали пользоваться их технологией. Поэтому все секреты, как таковые, они уходят в прошлое. Все передовое используется теми, кто хочет шагать впереди. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемый Тохтар Ангарбаевич. Я студент первого курса специальности юриспруденции, меня зовут Ильхан. Я хотел задать вам такой вопрос. Насколько тяжело вам было восстанавливаться и адаптироваться после прилета на Землю? Я вам хочу сказать, что вот этот процесс, он произошел для меня, ну, как-то, ну, очень тяжело, что ли. Когда приземлились, у меня мои сотоварищи, которые, они должны были первым выходить из этого амбразуры, которые, но люди, которые нас встречали, они, видать, 8 суток, которые они ждали нас, они просто так не пропустили. Они с честью, так сказать, чтобы мы хорошо вернулись, этот день ждали. И когда первый просунул голову, и вот он в сжатом, спертом, значит, в шарике, в котором температура нагрелась до 70 градусов, когда он дыхнул, нам нужны были огурцы соленые. Вот. И первый командир полез в это отверстие, в люк, не расстегнувшись, не отстегнув кислородные приборы и радио, розетку. Я, когда его отцеплял, его тянут, я сюда тянул. Его тянут туда, они уже вышли за люк туда, его тянут, что-то не вылазит. Я его тянул за резинку сюда, чтобы отцепить. Наконец мне удалось все-таки, я не хилый малый, я его подтянул все-таки, этих ребят, которые уставшие были за неделю, я переборол и отстегнул, успел отстегнуть. Не успел только этого отстегнуть, он вылетел, следом полетел Франц, мой коллега, тоже не отстегнутый. В общем, я боролся их отстегивать. Но на это, оказывается, затрачивается очень много энергии. Я отстегнул, полез в эту люк, вылез,
И ребята, ну показать, первый казах, а эти ребята меня, в общем-то, они уважали, очень уважали меня ребята военные, кто встречал. Они решили показать, что свою любовь мне проявить. Они подняли меня, не удержали и вместе все рухнули. Когда рухнули, можете представить, у меня сразу с головы кровь отхлынула. Вся, та, которая была. И я чувствую, что я уплываю. И я, в общем-то, сумел напрячь себя всего, напряг, и как-то, в общем-то, удержался не потерять сознание. Ну, значит, принесли в кресло, посадили, и у меня вообще к солнцу аллергия всегда была. Я срочно попросил черные темные очки, потому что солнце бьет, и у меня слезятся глаза. Я одел, как только очки я одел, я начал приходить в себя. Потом перенесли после вот этой встречи с журналистами, перенесли в палатку. В палатку перенесли для медицинского обследования. Медики, которые меня проверяли, они не поверили. Они сказали, как это так? Ты же с космоса только вернулся. У меня давление было 120-80, пульс 68. Все. Это точно такие же параметры у меня были в момент, когда дали команду «Старт». Все, я уже работал. Я когда работаю, у меня все нормализуется. Армысыз Тоқтар аға. Сіздің өмірлік ұстанымдарыңыз, жүріп өткен жолдарыңыз біз үшін үлгі. Және де сізге алдағы уақыттарда да биік белестерді бағындыруыңызға, және де өмірден өзіңіздің қалаған армандарыңыздың бәрін алуыңызға тілектеспін. Және де менің ойымша сіз саясаттың сұңқары, парасаттың бір парасы іспеттісіз. Және де сіздің жолыңызбен біз жүріп келе жатқан бақытты ұрпақпыз деп сенемін. Сізге деген жалғыз ғана сұрағым, біз сияқты қазақ десе жүрегін жұлып беретін жалынды жастарға сіз біз сияқты жастармен осы қазақ елін қалай елестетесіз? Болашақта қандай түрде көре аласыз? Меніңше қазақ мемлекетінің, қазақ отанымыз өте бай болатын мемлекет деп ойлаймын. Егер десеңіздер, ол байлықтары жердің астындағы байлық емес. Өзіңдей, міне осында отырған кісілердей біздің халқымыз бар, біздің болашағымыз бар, сендердей. Міне сендер білімге деген әр қарайда ұсыныстарын, ұмтылыстарын бәрі сондай дұрыс, тамаша. Мемлекетімізді өркендетеміз, мемлекетімізді үлкен жолға саламыз деген ойларың бар. Сол ойларыңдан өмір таймаңдар, кетпеңдер. Сол оймен әр қарай жүрсеңдер, шыны керек, бәрі қалпына келеді. Осы Алла Тағала, осы сендердей азаматтар Қазақстанда көбейе берсе, өзіңдей. Ең біздің кемшілігіміз осы қазіргі уақытта шенеуніктердің ортасында парақорлық. Соны жойсақ, біздің мемлекет мынандай болады. Құрметті аға, сіз армандаған бай да рухани Қазақстанға бұйыртса, біз баршамыз бірге жетеміз деген ойдамын. Кіршіксіз жауаптарыңыз үшін сізге рахмет айтамын. Тоқтар бауырым, мінеки біздің студенттер сізге сұрақ берді. Рахметтерін айтып отыр. Енді мен ардагердің төрайымы болғасын, әлі менді қуаныштымын. 20 жыл сізде көрген жоқпын. Онда 20 жыл мен жас болдым ғой. Сізді шашыңыз қап-қара болған. Қазір енді мінеки кездесіп отырмыз. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз. Балаларға ата-аналарымыздың
айтқанын тыңдаңыздар. Мақтанатын болсын әке шешеңіз деп. Мен ойлаймын, сіздің анаңыз бақытты ана. Осындай баланы дүниеге әкелген анаға мың рахмет. Енді мен өзім сіз ескерткіш қалу үшін менің немерелерім бар, бірақ қана ұлым бар. Сол сізбен біздің проектормен суретті түсуге бола ма? Мен мақтанамын. Мен сол кісімен түстім деп. Кездесуден кейін суретке түсу рәсімі болады. Мың рахмет. Осылай құрметті студенттер, мінекей, аналарын, әкелерін қуанта болсаңдар, осындай кісі болыңдар. Құрметті студенттер, осы менен сұрақ-жауап бөлімін аяқтайық. Енді қалғандарыңызға сұрақ біртілай сұрақтар берілді. Құрметті доктор Оңғарбайұлы, сізге атанған Қарқаралы өңірі, оны сіздер білесіздер. Қарқаралы жері Шертті үйдің атасы Тәттімбеттің, Шөж ақынның, Отауызды, Орақ тілді Кенже бидің ұлағатты сөздері ұрпақтан ұрпаққа жеткен қаз дауысты Қазбек бидің еді. Олай болса, тоқтар Оңғарбайұлының құрметіне бір ән шашу арнағымыз келіп отыр. Ол ән шашуды біздің Көкшетаудың бұлбұлы, облыстық филармонияның әншісі Сәрсенбай Хасеновке ұсынғымыз келеді. Сәрсенбайдың орындауында Мәлидің әні Қарқаралы. Атыңнан айналайын Қарқаралы, сенен бұл менен қайғың-ау, тарқамады-ай. Сайыңнан сайға құрлау, сая таппай, мен бір жан қуған көргін-ай, арқадағы. Ішінде үш қараның балғын етедім, көгір ай шалғап өткен-ай, шалғын едім-ай. Екінің бірі болсам арманым жоқ, бәпиден жалғыз туған-ай, мәди едім. Немене көргін қызық көрмегендөй, жас дәурен жауар бұлыттай, өрлегендей-ай. Жастық шақ көксемсердің жүз емес-ей, қайрап қалың жауға-ай, сермегендей-ай. Ішінде абақтының біз жатамымыз, көңілді құмалақпен-ай, жұбатамыз-ай. Алыстан іздеп келген ағайынға тесіктен алақандай-ай, тілі қатамыз-ай. Тілі қатамыз-ай. Сәрсенбайын жұп болсын. Мынандай
Сахнаға шығып біремен кетіп қалғанның қайсы жылдар алды, Мәдиет бабамыздың жаңағы Қарқаралы деген ән айтып отырмыз ғой. Келесі әні Қаздауыз Қазбек бидің кезіндегі ұрпақтары сөзіңді шығара деген ән бар еді, бенен қабылмады. Тоқтар ағамыз бір домбырамыздың өзі қолда отыр. Арғата мәвли өткен Ерғазы бек болар. Оның ұлы болыпты бек. Тіленші одан кейін Абзал Шеррау қарадан. Хан боп өткен бәр асыл тек егегегай. Атамыз одан кейін Алшынбайды кеммеңгер, ақыл ойда терең сайда. Атағың асқар таудай, бабаларымы көрдің бей. Осы күнде біздің жайдау, геккай гегегай, вай. Сұрасаң мәдиеді, менің атым кем емес. Еш адамнан салтанатым, кешеге бауыр бошан ортасында біреуден. Кем тумаған менің затым, геккай гегегай, егегегегай. Құдайым жылқы бердай, айдасын деп көк орай. Көк шалғынды жайласына деп, өйімде отар едім, шәйімді ішіп, 5 солдат кіріп келді ау қайдасың деп. Геккай гегегай, егегегегай вай. Қарағай басын кессе түбі қалар екеудің, біреу өлсе біреу қалар. Жалғыздың өзі өлсей, кімме қалар мінген ат. Киген кием жауда қалар. Геккай гегегай, егегегегай. Үш қара басыңы биік асалмадым, жай қалтып, жапырағын басалмадым. Еліме, есіме қайран елім, сен түскенде көл қылып, көздің жасын басалмадым. Геккай гегегай, егегегегай, гай. Тоқтар аға, мынау жаңа айтылды, сіздің осы университетімізге бұдан 20 жыл бұрын келіп алғашқы рет кездесу өткізгеніңіз өзіңізді еске алып жатсыз. Сол кездегі кездесуден бір қысқаша сол сәттерді еске түсіру үшін арнайы видео ролик дайындаған едік. Соны тамашалауға шақырамын.
Эти встречи обычно происходят, когда встречаешься с людьми, представляющими будущее государства, будущее планеты. Құрметті доктор Оңғарбайұлы, сіздің құрметіңізге орай республикалық, облыстық, қалалық жас ақындар конкурсының бірнеше дүркін жеңімпазы, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4-ші курс студенті, жас ақындарымыздың бірі Күләш Нысанбекке бір поэзиясын оқуға рұқсат етсем. Армысыздар көрермендер, Тоқтар аға, қош келдіңіз. Жалпы менің осы 91-ші жылда ойлағанда ең бірінші тәуелсіздік алуымыз болса, екінші қазақтың ғарышқа ұшу есіме түседі. Сондықтан да біздің қазаққа осындай ұлы бақты сыйлағаныңыз үшін сізге үлкен алғыс. Өлеңімді оқып берейін. Бодандықтың бұғауын тасталқан етіп, бостандық деп жанарға жасталған едік. Біз ол кезде қыршыннан қиылып кеткен қара бауыр, қасиетті қасқалдақ едік. Сонан соң 91-де қайта тіріліп, қырандардың ғұмыры боп басталған едік. 91-де бүкіл әлем дүйімді құрап, қазақ азат күніне сүйінді жылап. Жан жағыңдағы жат көздер көре алмады, Тәңірдің өзі сыйлаған сыйыңды бірақ. Ешкімнің сөзін ескермей, еңсеңді тіктеп, сен ұштың сосын ғарышқа сүйінші сұрап. Сүйінші сұрап, сен кеттің ғарыштан, көктен, аспанды сүйді жас қазақ арыстан леппен, алаштың арын, намысын көкке көтеріп, сен едің жаттың кеудесін жаныштап кеткен, ғарышта жүріп, жұртының аман саулығын аманат деп Аллаға табыстап кеткен. Мың алғыс саған, қазақты төмен санайтын халықтың бәрін төбесінен күн болып көргенің үшін, елімнің ертеңіне сенгенің үшін, ездіктегі ұлт санасын жеңгенің үшін, ұл қыздары мақтан тұтып жүретін әркез қазаққа ұлы бақты бергенің үшін, ғарышкерлер қатарына енгенің үшін, Қарағандыдай қастерлі жерлерім үшін, ең бастысы көк бөрідей рухы мықты, мың өмірге қазақ болып келгенің үшін. Себебі осы күн үшін төгілді анамның жасы, осы күн үшін кесілді бабамның басы. Сен ұшқанда тұңғыш рет ғарыштан танды, қуаныштан жасаураған жанардың жасы. Содан бері 26 жыл, ендеше бүгін қазақтың ұлы дауысын ғалам тыңдашы. Тәубе қазір, оранды отаным гүлге, алашқада ақ таңның атарын білгем. Өздеріңдей текті рухты ұлдары барда, айтыңдаршы, бұл қазақ қорқады кімнен? Айтыңдаршы, мен енді қорқам кімнен? Құрметті Тоқтар Оңғарбайұлы, бүгін мынау Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің профессорлық оқытушылық құрамымен, студент жастарымен
бір осындай тағылымы мол кездесу кеші үшін осы ұжым атынан сізге алғысымды білдіргім келеді. Ал енді бір ұжымның өзі бір қалыптасқан дәстүрі бар еді. Біздің мына жастар, өзіңіз жаңа көрдіңіз, әртүрлі бағытта сұрақтар қойып жатыр, әртүрлі ойларын өзінің ерекшеліктерімен, творчестволарымен, ақындық өнерімен, арнауымен көрсетіп жатыр. Осы Тоқтар ағамызға бүгінгі кештен қандай бір ескерткіш белгі қалдырсақ деген өздерінің бір сондай ойлары болған. Соны ары-ойлап беріліп көптеген ұсыныстар болып еді. Сол өз қолдарыменен сіздің космостағы бейнеңізді жазған еді, сол бейнені тапсырып жатырмыз. Енді сіздерден мен бір өтініш сіздерге айтқым келіп отыр. Айып етпесеңіздер, осы суретті сіздердің мұражайларыңызға ілсек қайтеді. Студенттер өздері соғысы досын салды. Осы мұражайға деп. Рахмет. Өте мынау менің жас кезімдегі мүшемді көрсетіп, менің сол жақта атқарған жұмысымды бәрін көрсеткендерге мың рахмет. Бірақ менің жүрегім менің ішіндегі әлі жаспын. Солда жаста жүрмін. Сол жастық қалады екен. Өмір ешқайда кетпейді. Сол ойын, сол сезімін бәрі бүгінде де, бірақ шаш ағарады, аяқ жүрмейді, басқасы бәрі еді. Дұрыс. Рахмет, көп жасаңдар. Тамаша, просто копия. Оларда ерселеп жас кезіңіз. Жоқ, сені карта бермеміз еді. Қазірде солдай. Автограф. Әке. Не var mı flamastır ha burada? Flamastır. Geliyor uçkayı. Geliyor var mı? Geliyor koç. Yok, daha uçkamız koç. Geliyor. Geliyor. Ал енді құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, құрметті қауым, осымен бүгінгі кешіміз өз мәресіне келіп жетті деп ойлаймын. Келесі кездескенде сау, саламат болыңыздар. Тоқтар Көберұлы, сізге үлкен рахмет. Бүгін келіп осындай жастарымызға үлкен бір рухты кеш сыйлағаныңыз үшін.